Анна Скатова келін болды. Иә, қалай екен? Жанапкена дастарханды өзіңіз жасадыңыз ба? Жоқ, Айман тете жасады. Күшті екен. Біз енді кеше ұзатудан кеш келдік, кеш жаттық. Содан кейін Сұлтанға рахмет. Жағдайымды жеңілдетіп берді повар жолдап. Бүгін не болып жатыр үйлеріңізде? Бүгін қазір жүк көрсету рәсімі болады. Қыздың жүгі келе жатыр. Соны қазір осы жерде көрсетіледі. 2 күн қатарынан фотографтарды байыттық, не болса да. Бүкіл суреттерді сатып алып. Кешеннен бірақ бізге жігіт жолдас сыйлады, темірлан. Төрімізге қойып қойдық. Рұқсат етсеңіздер, құдалардан бір бата сұрасақ, арнайы сіздерге сойылған қойдан. Ақылға ой болсын, той болсын. Аумин. Ет жеуден қасқырмен қазақ ешкім тең келмеген. Құдалардың көңілі толсыншы деп, сіздерге Қазақли компаниясының атынан өз шында бұқтылып пісірген дәмді қойдың еті. Диана ханым мен жеңгесі екеуі келіп сырғалым қыз жасау орталығынан өздеріне ұнаған жасауды таңдап алды. Қыздың жасауына әкелетін бұл бізде құрақ көрпелері. 4 құбыласы тең болсын деп 4 жастығымен, 4 көрпесімен. Ал барыңызға жұғысты болсын. Өте керемет дизайндағы міне махаббат көрпесі. Құда 1000 жылдық деген жазуымен міне. Диана қыз жасауы деген арнайы сандығымен астау наборы. Термомикс. Бұл бізде постельный комплекттеріміз, скатерть наборымыз міне мұнда. 109 предметтік ақ сервизі. Смэк брендінен электрический чайник, тостер, сотейник, кастрюлясы, қасық наборы және пышақ наборы. Турциялық богема ыдыстарымыз міне фруктовница, менажница, десертница, тортница, холодница, барлық ыдыстары. Сұлтан мен Диана тек қана игіліктеріне, қуаныштарына жақсылық қастырсын. Қыз жасауы келді, және соның барлығын ұйымдастырған, барлық қажеттіні тауып берген Шырын ханымға алғысымды білдіремін. Рахмет Шырын ханым, құрметті қыздар, келіншектер, аналар, егер қыздарыңызды тұрмысқа берейін деп жатсаңыздар, дүнсеңіздер болады. Барлығы бар, бір жерден ең қажеттінің барлығын таба аласыздар. Қазақтың тойы бітпесін, қыздар жасауларыңызды жинай беріңіздер. Шырын жаным, сен өстіп үлкен үлесіңді қосып, Дианаға деп енді бәр нәрсесін бастан аяқ жиып, осы Диана әпкеме деп ниетіңе рахмет, Алла разы болсын, Диананың жолын саған берсін, соңындай өзіңнің жомарттығыңды көрсетіп, соңындай Диананың жасауы жоғарғы деңгейде болсын деп, қандай үлесіңді қосқаныңа Алла тағала саған еселеп Алладан